Сәлем, балақай. Қалың қалай? Мен сенімен бүгін кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Сен де менің ертегімді асығып тосып отырған боларсың. Солай ма? Әлде олай емес пе? Әрине солай. Менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жарай ма? Жақсы. Онда мен ертегі айтуды бастайын. Бүгін саған қандай ертегі айтып берсем екен? Бүгін мен саған қоян мен тасбақа жайлы әңгімелеймін. Бір күні қоян тасбақаның алдында өзінің қандай жылдам екені жайлы айтып мақтанады. Егер екеуміз жарыссақ, сен жеңіліп қаласың, ал мен жеңемін, деп жат кеп мақтанады. Ал тасбақа болса, асықпай, саспай, жарысып көрейік. Кімнің жеңіске жеткенін көреміз, дейді екен. Екеуі жарысуға дайындалады. Белгі берілген кезде қоян жүгіре жөнеледі. Ол тасбақадан біразға дейін ұзап кетеді. Артына қараса, тасбақа алыста екен. Сол кезде қоян: тасбақа алыста, мына ағаштың түбінде біраз ұйықтап, демалып алайын, дейді де, ағаштың түбіне жата қалып, ұйықтап қалады. Ал тасбақа болса, асықпай, бірақ тоқтамай, алға қарай жүре береді. Қоян ұйықтап жатқанда, тасбақа мәреге жетіп қалады. Қоян оянып, тасбақаның мәреге жеткенін көріп, өз қателігін түсінеді. Қоян неден қателесті деп ойлайсың? Кәне, ойлан. Оның қателігі неде? Дұрыс айтасың. Қоян өзіне қатты сеніп, сол ойы оны осы қателікке ұрындырды. Ең бастысы, тасбақа сияқты табанды болып, шыдамдылық танытсаң, мақсатыңа жетеді екенсің. Сонымен, бұл ертегідегі кейіпкерлердің ішінен біз тасбақадан үлгі алуымыз керек. Бізді табандылық пен шыдамдылыққа үйретеді. Ал сенде бұл қасиеттер бар ма? Білмейсің бе? Оны ата-анаңнан сұрап ал. Және де болашақта да осы екі қасиетті бойыңда дамыта бер. Жақсы ма? Жарайды. Енді барып ұйқыға жата ғой. Ертеңге дейін сау бол.